Теңіз арыстаны. Ох, ничего. Ох. Қазір қуат. Зообақта оларды балықтармен тамақтандырады. Ал негізі теңіздер мен мұхиттарда олар 8 аяқты, кальмарды, шаяндарды, кейде пингвиндер мен теңіз тасбақаларын жейді. Олар балықты жеп жатыр. Оларда өткір тістері бар. Бірақ олар шайнамай үлкен тамақтарды жұтып қояды. Майқоры теңіз арыстандарына бірнеше ай бойы денсаулығына зиян келтірмей, тамақсыз жүруге мүмкіндік береді. Олар 20-30 жыл өмір сүреді. Секрет. Теңіз арыстаны керемет жүзгіш, 40 км сағатына дейін жете алады. Бұл оған өз жемін аулауға және акула мен кит сияқты жаулардан тез қашуға мүмкіндік береді. Олар су астында 25-30 минутқа дейін жүзе алады. Алдыңғы қанаттары үлкен және берік. Қараңдар қалай тез алға жүгіреді. Ал артқы қанаттары қысқа, олар жүзуге көмектеседі. Секірді. Суға секірмей, күннің астына жалқауланып, жылынып жатты. Олардың сыртқы құлақтары бар, судың астында жақсы естиді. Қандай әдемі балық, қиярды жеп жатыр. Балықтардың түрлері өте көп. Қара. Тасбақалар суда да жүзеді. Кішкентай акула. Үлкен тасбақа, е? Негізі тасбақалар суда да жүзеді, құрлықта да жүреді. Міне келді. Пингвиндер ұша алмайтын, бірақ суда өте жақсы жүзіп, сүңге алатын құстар. Пингвиндердің 20 шақты түрлері бар. Біз Гумбольдт пингвиндерін көріп тұрмыз. Негізі пингвиндер Антарктикалық материктің жағаларында тіршілік етеді. Пингвиндер балықтарды, шаян тәрізділерді және моллюскаларды жейді. Скаттар мұхиттар мен теңіздерде кездеседі. Олар әртүрлі теңіз жануарларды, кішкентай балықтарды аулап жейді. Олардың көпшілігі тамақ іздеп өмір бойы судың түбінде жүзеді. Ең жақын туыстары акулалар. Оңтүстік Кореяда адамдар скаттарды шикі түрінде жейді. Бірақ кейбір скаттардың құйрығында улы тікенектері болады және оның уы адамды оңай өлтіреді. Скаттардың тағы бір түрлері электр тоғымен ұрады. Медузалар. Медузалардың басқа бір түрі. Бегемоттар суда да, құрлықта да, бірақ үнемі судың маңайында жүреді. Қолтырауын. Зообақта кішкентай теңіз арыстаны туылды. Ұйықтап жатыр бала. Қандай кішкентай?